Осы 3 белгі арқылы жүкті келіншектің жақын арада толғағының басталатынын білуге болады. Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыз. Бірінші белгі ол жүкті келіншектің ішінің төмен түсуі. Толғақ келер алдында әйелдің жатыр мойны қысқара бастайды. Соның салдарынан құрсақтағы сәби сәл төмен түседі. Сырттан ол әйелдің іші сәл төмен түскендей көрінеді, және де кіндігі төмен қарап тұрғандай болып көрінеді. Екінші белгі ол толғақ алдында әйелдің демалуы жеңілдей бастайды. Оның бірден бір себебі бағанағы жатыр мойнының қысқаруы. Өйткені жатыр мойны қысқарған кезде, құрсақтағы сәби сәл төменге түскен кезде әйелдің өкпесіне жасалып тұрған қысым азаяды. Соның салдарынан толғақ алдында әйелдің демалуы жеңілдей түседі. Үшінші себеп ол слизистая пробканың түсуі. Слизистая пробканы қоңыр немесе түссіз, созылмалы бөліністер ретінде анықтауға болады. Кейбір жағдайларда слизистая пробка қан аралас болуы мүмкін. Разрывсыз жеңіл босануға арналған 5 тиімді техниканы үйренгіңіз келсе, менің эфиріме келіңіз. Эфирге тіркелу үшін осы көрсетілген WhatsApp